Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің сүйікті елім. Бүгінгі сабағымызда өзіміздің сүйікті еліміз туралы айтып үйренетін боламыз. Ендеше мен сіздерге өзімнің сүйікті елім туралы айтып берейін. Менің ең сүйікті елім Италия. Бұл Италия жері. Италияның астанасы Рим қаласы, ал халық саны 62 миллион. Сіздер білесіздер ме? Италия туындағы жасыл түс үмітті, ақ түс сенімді, ал қызыл түс махаббатты білдіреді екен. Егер Италияға барсаңыз, Флавилер амфитеатрына немесе ол Колизей деп те аталады. Сонымен қатар Пиза мұнарасына және Уффици мұражайына баруды ұмытпаңыз. Италия туралы қызықты факт. Италия пианиноның және операның, сонымен қатар конус пішінді балмұздақпен пиццаның отаны болып табылады екен. Осы керемет жерлерді өз көзімен көру үшін мұнда жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 50 миллионға жуық турист келеді екен. Ал сіздер Италия туралы қандай қызықты мәліметтер білесіздер? Ал енді Италия туралы мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Италияның астанасы? Дұрыс, Рим қаласы. Екінші сұрақ. Халық саны қанша? Дұрыс, 62 миллион. Үшінші сұрақ. Тудағы ақ түс нені білдіреді? Дұрыс, сенімді. Төртінші сұрақ. Жыл сайын шамамен қанша турист келеді? Дұрыс, 50 миллионнан астам турист келеді екен. Келесі тапсырма. Қазір 3 кейіпкер өздерінің сүйікті елдері туралы айтады, яғни сізге қай ел ұнайды және неліктен деген сұрақтарға жауап беретін болады. Оларды мұқият тыңда. Сәлем, менің есімім Али. Менің ең сүйікті елім Жапония. Себебі мені жапондықтардың халқы мен заңдары өте қатты қызықтырады. Мысалы, жұмысшылар жұмыс кезінде ұйықтай алады, ал бастықтар бұған қарсылық білдірмейді. Сонымен қатар жапондықтар карате және дзюдо спорттарын ойлап тапқан. Жапон халқы өмір сүру ұзақтығы бойынша бірінші орында. Мұнда 100 жастан асқан адамдарды жиі кездестіре аласыз. Ал балаларға қарағанда үй жануарлары өте көп. Сәлем, менің есім Асия. Мен әлемнің 10 мемлекетінде болдым. Саяхаттаған елдердің ішінде маған ең қатты ұнаған ел Оңтүстік Корея. Себебі мен бұл елдің музыка өнері мен тағамдарын жақсы көремін, және ол дамыған елдер қатарына жатады. Егер Кореяға барсаңыз, тегін ғаламторды кез келген мекемелерде, кафелерде, тіпті автобустарда да таба аласыз. Кореялықтар ән айтуды жақсы көреді, сондықтан караокеге жиі барады. Сәлем, менің есімім Дана. Менің ең сүйікті елім Түркия. Бұл елде әлемге танымал Топкапы және Долмабахче сарайлары, Каппадокия орналасқан. Бұл керемет орындарды көру үшін немесе теңізге түсіп демалу үшін мұнда жыл сайын көптеген елден туристер келеді. Мен түрік елінің кофесін және тағамдарын өте қатты жақсы көремін. Себебі мұнда тәттілердің түрлері өте көп. Сол себепті көшелерде ерекше киінген балмұздақ немесе тәтті сатушыларын жиі кездестіресіз. Жарайсың. Ал енді мына сұрақтарға жауап бер. Карате спорты қай елде ойлап табылған? Дұрыс, Жапонияда. Каппадокия қай елде орналасқан? Дұрыс, Түркияда. Әлиді қай елдің заңдары қызықтырады? Дұрыс, Жапонияның.
Қай елдің тұрғындары караокеге жиі барады? Дұрыс, Оңтүстік Корея тұрғындары караокеге жиі барады. Дана қай елдің тағамдарын жақсы көреді? Дұрыс, түрік елінің. Қай елде жұмыс уақытында ұйықтауға болады? Дұрыс айтасың, Жапонияда. Соңғы сұрақ. Асия неше елге саяхат жасаған және сүйікті елі қандай? Дұрыс. Асия 10 елге саяхат жасаған және оның сүйікті елі Оңтүстік Корея. Ал сіздің ең сүйікті еліңіз қандай және сіз саяхаттағанды жақсы көресіз бе? Осы сұраққа жауап беріңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кездескенше.